Сәлеметсіздер ме, менің қадірлі көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін көп жылдық тәжірибемде қолданып жүрген тәсілдің бірімен таныстыратын боламын. Ол бризоль пісірудегі бір әдіс. Оның дайындалуы тез, оңай, әрбір хозяйка үйдегі жүрген қыз келіншек жасай алады. Тез келіп қалған, бір күтпеген жағдайда келіп қалған қонаққа ұсынсаңыз да болады. Азғантай заттардан осындай сыйлық қонаққа ұсынатын дәмді тағам дайындайтын боламыз. Ендеше біз бастайық. Біз бүгін оны мынандай тауық етінен жасайтын боламыз. Тауықтың төс етін мен өткізіп дайындап қойдым. Ет тартқыштан бетіне мынандай бір дана пиязды да өткізіп қойдым. Себебі фаршымыз бір келкі болу керек, жұмсақ. Және оған қосатын біздің бір шай қасық тұзымыз, және мына жарты шай қасықтан кинза және зира үгітілген. Соларды қосамыз. Сөйтіп, оны жақсылап араластырамыз. Мен мына кеңірек ыдысқа қосайын. Кеңірек ыдысқа салып араластырмасам болмайды екен. Міне. Жақсылап араластырып қоямыз. Дәмі сіңіп, мына салатын фаршымыз, бризоль жасайтын фаршымыз дәмді болып тұру керек кішкене. Осылай араластырып дайындап қоямыз. Бризольді неше түрлі әдіспен жасауға болады. Енді мен бүгін сіздерге бір оңай әдісін көрсетейін деп отырмын. Бізге енді бризолімізді жасау үшін мынандай бір 4 жұмыртқа керек. 4 ас қасықтай сүт керек. Және бір 2 ас қасықтай ұн керек. Сосын табаға жағатын май керек, сұйық май. Сұйық майды жай табаның түбіне жағып қана отырамыз. Мына жұмыртқамызды алдымен бір ыдысқа бәрін жарамыз. 4 жұмыртқаны осылай жарып алып, жақсылап араластыратын боламыз. Сүтімізді, ұнымызды қосып, азғана тұзымызды салып, жақсылап жұмыртқаны еземіз. Мұнау санап қойған, міне 4 жұмыртқаға 4 ас қасық сүт. Міне менікі сәл артықтау болып кетіпті, міне шамалы қосайын, бір жарты қасық. Ол жұмыртқамыз табаға құйғанда жақсы жайылу үшін. Біз жұмыртқадан шелпек пісіретін боламыз, жұқа шелпек. Бұл әдісті кез келген қыз келіншек үйреніп алса болады. Сонда азғантай ғана тауықтың етінен немесе сиырдың етінен тартылған фарш болса, осылай жасап жіберуге болады қонақ күткенде, қонақ ойда жоқта келіп қалғанда. Міне, қоюлығы жақсы болса ұн қоспауға болады. Мен бір азғана қосқым келіп тұр ұн. Мына жерде 2 қасық ұн, мен қазір 1 қасығын қосып байқаймын. Егер ары қарай қажеті болмаса, 2-ші қасықты қоспаймын. Бұл жақсы жұмыртқадан жасалған шелпегіміз жақсы қуырылып, жақсы бір-бірін ұстасын деген мақсатпен. Ыдырап кетпесін жұмыртқа. Енді ұн қоспай да істеуге болады бұл шелпектерді жұмыртқадан. Шелпек дейміз ба, или блинчики дейді қыздар. Мен енді шелпек деп атаймын бұларды. Шелпекке ұқсайды, дөңгелек. Мына іртігін жоқ етіп, ұнды түгел өстіп араластырып жібереміз. Менде міне мынандай блинчики пісіретін табан бар. Қазір осы табаға мына жұмыртқамызды, осы жұмыртқа, сүт, ұн қосылған жұмыртқамыздан блинчики пісіретін боламыз. Қазақша айтқанда шелпектер. Бетін кішкене майлап жібереміз.
осылай әрбір блинчикті пісіргенде осылай майлап отырамыз. Қасық толтырып құйып жіберемін. Міне біздің жұмыртқадан жасалған шелпектеріміз дайын болды. Енді біз жаңағы шелпектеріміздің арасына дайындап қойған тауықтың төс етінен жасалған салмамызды саламыз. Салмамызды саламыз. Алдымен осылай бір ас қасық толтырып, мен дайындаған фаршымды, менде 6 блинчик шықты, дайындаған фаршымды 6-ға бөліп қойдым. Міне как раз осы бір жұқалап осылай салғанға 6 шелпегімізге, 6 блинчикімізге как раз келді. Және бұл салманың үстіне бір шай қасықпен толтырып, осылай қаймақ жағамыз. Оны да осылай жайып жібереміз, жайып. Қасықпен жайып, осылай оңай жайылады, оңай істелінеді. Қарап отырсаңыздар. Және менде үйде осындай аскөк бар екен, укроп. Укропты бетіне осылай себемін. Оны әдемілеп бризоль сияқты ораймыз. Бұл бризольдің арасына бұдан да бөлек қандай салма саламыз десеңіз де өзіңіз білесіз. Себебі ол әркімнің жаңағы қандай дәмді ұнататынына байланысты. Жаңағы қаймаққа чеснок үккіштен өткізіп қоссаңыз болады. Қара бұрыш, менің немерелерім онша жақтырмай жатыр. Бұрыш қоспаңызшы деп, бұрышсыз болсын деп, сосын мен оны жай қаймақпен укроп қана қосып істеп жатырмын. Сондықтан міне бір ас қасықпен салмамыз және тола бір шай қасық қаймағымыз. Міне бір шай қасық. Кішкене толтырмай алып ем, жетпей қалды. Бұлай толтырып жібереміз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа бір 20 минутқа қойып аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін лайк басып қойыңыздар ұнаса. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, менің осындай жаңа рецепттеріммен, менің жаңа әлде айтылмаған құпияларыммен таныс болып отырасыздар. Мен көп жылдық тәжірибесі бар аспаз болғандықтан, менің өзімнің бір құпияларым бар ас дайындауда. Ол жаңағы семья мүшелеріне ұнайтын әрбір тамақтың түрлі варианты бар ғой. Сондықтан сол түрлі варианттың біреуі менде де бар. Мән беріп қарасаңыздар, бір өз ерекшелігі бар менің каналымдағы ас дайындау тәсілдерінде деп ойлаймын өзім. Міне пікірлеріңізді жазып отырыңыздар, мен міндетті түрде жауап қайтарам пікірлеріңізге. Мен үшін ол пікірлер өте маңызды. Енді мына дайын болған бризольдарымызды арасына салып орап қойдық. Блинчикиларымыздың арасына жұмыртқадан жасалған, енді оларды мына табамыздың астын майлап жібереміз да, осы табаға жайғастырамыз. Және қызып тұрған пешке 180 градусқа бір 15-20 минутқа қойып аламыз.
Не түбі табаны жабыспасын деп азғантай су құйып жібереміз, бір жарты кеседей су, түбі жабыспасын деп. Міне 20 минуттан кейін бризоліміз дайын болады. Міне бризоліміз дайын болды. 20 минут 180 градуста ұстадық. Қандай әдемі, түрі, келбеті, иісі қандай керемет. Өкінішті, мына камера бұның иісін жеткізе алмайды көрермендерге. Үйде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Ыстық, бу бұрқырап, керемет болып тұр. Ұялмай қонаққа бересіздер. Үйдегі балаларға да өте ұнайтын болады. Менің немерелерім өте жақсы көреді бұл тамақты. Кәне дәмін көрейік енді. Қалай шықты екен? Ал. Дайын болған бризольдің үстіне осылай жұқалап майонезбен сәндейміз. Майонез болмаса қаймақтан жасаймыз осылай сәндеп. Өрнек сап қоямыз. Түрі, келбеті, аппетит ашатын бұл бұдан да керемет. Жегіңіз келіп тұрады. Қонаққа ұсынсаңызда не деген тамақ бұл? Ресторанда ғана, кафелерде ғана болатын тамақ қой деп таң қалатын болады. Міне осындай тамақтар дайындап, қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Мейрам болсын, жай күндері болсын. Дайындалу оңай. Менің каналымда осындай дайындалу оңай, тез және дәмді болып пісетін, қонаққа да ұсынуға болатын дәмді тағамдардың рецепттері бар. Лайк басып тіркеліп кетіңіз, қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көріп отырасыз. Арасын көрейік. Міне. Арасы сөлі шығып тұр. Керемет. Таза піскен. Оқылдап тұр. Иіс қандай керемет. Енді арасындағы жағылған қаймаққа чеснок қосатын болсаңыздар, бұдан да керемет болады иісі. Міне, мен қазір дәмін көрейін деп жатырмын. Арасына салған аскөктің дәмі қандай. Көктем кезінде адам ағзасына керек ең бір қажетті көкөністердің бірі осы аскөк, укроп дейміз. Керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Тіркеліп кетіңіздер менің каналыма. Ас болсын.